Қайырлы күн болсын. Өте жұмсақ, үлпілдек болып пісетін дәмді бауырсақтың рецептісімен бөліспекпін. Алдымен мискамызға жылы 1 кесе сүт және 1 кесе жылы су құямыз. Барлығы да кесемен өлшенген. Одан кейін 1 үлкен қасықпен дрож толтырып, ары қарай араластырамыз қасықпен осылай. Одан кейін кішкентай қасықпен 1 қасық тұз және аздап 3-4 қасық сұйық май қосамыз. Одан кейін 4 кесе електен өткізілген ұн қосып араластырамыз. Алдыңғы 2 кесені салып алғаннан кейін қасықпен араластырамыз. Енді соңғы 2 кесені де осылай електен өткізіп саламыз. Содан кейін қолымызбен илейміз. Иленген қамырымызды ең соңынан үстіне кішкене сұйық май құйып бастырамыз. Сөйтіп жылы жерге қойып қоямыз. 1 сағатқа тыныққан, ашыған бауырсағымыздың қамырын осылайша жайып, астына ұн сеуіп, одан кейін формамен, домалақ формамен осылайша кесіп, матаның үстіне орналастырамыз. Қызып тұрған майға осылайша бауырсақтарды пісіріп аламыз. Кесенің мөлшерімен есептелген құраммен де осылайша дәмді бауырсақ пісіруге болады. Менің каналыма жазылып қойыңыздар, лайк басуды ұмытпаңыздар, достар. Астарыңыз дәмді болсын.